Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздерге дәл осындай қытырлап тұратын хрустящий таңғасқа өте үйлесімді картоптан гренки жасау жолын көрсетемін. Ол үшін видеоны толық көру үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, пікір қалдырып қойыңыз. Алдымен картопты жақсылап қабығынан тазартып, жуып аламыз, және де үккіштің ең майда тісшесінен өткіземіз. Картоптарымыздың барлығын үккіштен өткізіп шығамыз. Картоптарымызды дайындап алдық. Үстіне 2 жұмыртқа саламын. Және 1 шай қасық тұз. Бір шай қасық қара бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болдық. Ендігіде бізге осындай батон керек болады. Батондарымызды шетінен турап кесіп аламыз. Батондарымызды турап дайындап алдық. Енді батонның бетіне кішкене аздаған май секілді жағып, картоптарды жоғарғы жағына және келесі жағына жақсылап жағып шығамыз. Мінекей, екі жағына да жағып шықтым. Барлығына осылай жағып дайындап қоямыз. Өте оңай жасалады, достар. Ешқандай қиындығы жоқ. Әрі тез дайын болады. Балалардың да сүйсініп жейтініне күмәнім жоқ. Жасап беруге кеңес беремін. Мінекей, барлығын осылай жасап дайындап қоямыз. Ақыры нотта қызарғанша қуырып аламыз. Майын жақсы сіңіріп алу үшін тәрелкенің астына салфетка қойыңыз. Барлығын дәл осылай қайталап пісіріп ала бересіздер.
Мінекей достар, осымен біздің картопты гренкеларымыз дайын болды. Сондай өте дәмді, хрустящий болып шығады. Сіздер де жасап дайындап көріңіздер. Қаймақпен ұсынсаңыздар, дәмі тіптен үйлесіп кетеді. Барлықтарыңызға ас болсын.